Сәлем сұлу қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода сіздермен осындай әдемі сумка тоқитын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, жаңа шыққан видеоны алғашқы болып көретін боласыздар. Сумкамызды тоқу үшін бізге трикотажды жіп қажет болады. Мендегі түс сиреневый түс, құрамы 100% мақта, жуандығы 7-9 мм. Сосын бұның бір бумада 100 метрдей болады. Бізге шамамен 1,5 бумадай, одан да аздау жіп қажет болады. Сосын ұстағышы мынандай ручка жасаймыз, яғни шынжырдан кнопкамен ашып жабылатын болады. Оны тігеміз, осындай кнопканы. Ең басты 6 номерлік крючокпен тоқимын. Көмекші ретінде 4,5 номерлік крючок пайдаланам. Және қайшы қажет болады. Ең алдымен тоқуымызды бастамас бұрын жібімізден 3-4 метр жіпті босатып аламыз. Яғни осылай. Содан соң шамалы бұларды созамыз. Яғни осылай тартып созып шығамыз. Біз бұны бүкіл сумканы тоқып біткенше жібімізді осылай созып пайдаланатын боламыз. Сонда біздің сумка өзінің формасын жоғалтпайды, бір тоқылған күйінде әдемі формасын сақтап қалады. Жібімізді созып болған соң 6 номерлі крючокты алып, шамамен осынша қалдырсақ жетеді, 24 воздушная петля тоқып аламыз. Бірінші воздушная петля, екінші, 3, 4, 5. Осылайша 24 воздушная петля тоқимыз. Жиырма 4 воздушная петля тоқып алған соң, біз накид ілеміз, міне крючогымызға. Және крючокқа ілгенде де бізде мынау беті, мынау тоқылған ішке қарай кіріп тұратын теріс бетін біз әрқашан өзімізге қаратып ұстау керекпіз. Яғни жоғары қарап тұрсын. Сонда біздің крючогымыз ілгенде, міне накид жасағанда, мынау гладкий беті крючокқа әдемі болып ілінеді. Содан соң бірінші воздушная петляға еш нәрсе тоқымайды, то есть соңғы воздушная петляға. Одан кейінгінің арқасынан бұрғанда, міне осындай нелер бар, орындар бар. Осылардан тоқимыз. Бұлай крючокты енгізіп, жұмыс жібін іліп ап шығамыз. Сонда бізде крючогымызда 3 петля болды. Осыны жұмыс жібін мән беріңіздер. Крючокты бұлай айналдыра ілмей, бұрынғыша тек қана осылай крючокты жіпті бұлай іле салып, тартып шығара саламыз. Бізде полустолбик с накидом тоқылды. Енді екінші міне тағы да сондай тоқыманың артында воздушная петля, соның арқасында осындай жерінге крючокты тағы да енгізіп, жұмыс жібін іліп ап шығамыз. 2 петля болады. Осыны мынау жұмыс петлясынан да шығарамыз. Сонда соединительный столбик тоқылды. Қайтадан келесін, енді екеуін кезекпестен тоқимыз. Яғни тағы да накид жасап, тағы да крючогымызды міне тоқыманың арқасынан, воздушный петляның арқасынан енгіземіз. Жұмыс жібін іліп ап шығып, 3 петля болады. 3 петляны бірден шығарамыз. Бізде полустолбик с накидом тоқылды. Содан соң тағы да міне келесі петляға арқасынан крючогымызды енгізіп, жұмыс жібін іліп ап шығамыз. Деңгейіне қараңыздар, міне біздің жұмыс петлямызбен жаңадан іліп шығарған петлямыздың бойы бірдей болу керек. Содан соң бұны жұмыс петлясынан шығарамыз. Келесі қайтадан накид жасаймыз. Накидімізді де міне мына петляға туралап жасаймыз бойын. Сосын келесі воздушный петляның арқасы мынау, міне арқасы
осы арқасынан енгізіп, крючогымызды жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Тартамыз. Сонда бізде үшеу болады. Үшеуін бірдестен крючоктан жаңа жұмыс жібін іліп шығарамыз. Сонда байқағандарыңыздай біз кезекпен істеп жатырмыз. Бірінші бізде полустолбик с накидом, соединительный столбик болды. Одан кейін қайтадан полустолбик с накидом, сосын соединительный столбик, енді қайтадан полустолбик с накидом болды. Осылай келесі кезекте бізде соединительный столбик болады. Міне жұмыс жібін шығарып, оны петлядан шығарамыз. Келесі қайтадан накид жасаймыз. Накид жасағанда да қараңыздар, нот жіп осылай іліну керек. Сосын барып, петляның арқасынан енгізіп, жұмыс жібін іліп алып шығамыз. 3 петля болады. 3 петляны жаңадан жұмыс жібін іліп шығарамыз. Сонда біздің тоқымамыздың артынан қарағанда барлығы біркелкі осылай тұру керек. Бірінші қатарға келгенде онша көрінбейді оюымыз. Екінші, үшінші қатарларда уже анықтау көрінетін болады. Қайтадан келесі уже бізде полустолбик с накидом тоқып қойдық. Енді соединительный столбик тоқимыз. Қайтадан полустолбик с накидом. Соединительный столбик. Солай бізде қатардың соңына дейін, мынау ең соңғы 23-ші петля, осыған дейін солай тоқып шығамыз. Тек кезекпестен тоқи береміз. Біз қазір бастадық полустолбик с накидом, аяқтағанда да полустолбик с накидом аяқтайтын боламыз. Соңғы петляларға келдім. Менде мына жерде полустолбик с накидом болды. Енді соединительный столбик тоқимын. Және ең соңғысына накид жасап, осы жерде мынау дөңгелекшенің ішіне енгіземін крючогымды. Содан соң петля шығарамын. Міне 3 петля болды. Ең соңғы столбикті тоқыдым. Содан соң міндетті түрде аяқтағаннан кейін бір воздушный петля жасау керек. Бұл екінші қатарды көтерілуіне көмектеседі. Ал мынау қысқа жіпті жасыру үшін кішірек крючокты аламыз. Қысқа жіпті іліп шығарамыз ортасынан. Екінші қатарға қазір жасырып кететін боламыз осылай тоқып жатқанда. Ары қарай біз аяқтағанда міне полустолбик с накидомен аяқтадық. Енді екінші қатарды біз соединительный столбикпен бастаймыз. Яғни кезекті ауыстырамыз. Енді біз соединительный столбикпен бастап, бірінші столбигімізді міне, ал екіншісін міндетті түрде біз полустолбик с накидом жасаймыз. Қайталап соединительный столбик, міне мен мынан енгізгенде крючогымды мынандай өрілгеннің астыңғы жағынан енгіземін, және мына қысқа жіпті жасырып кетемін. Сол үшін осылай енді соединительный столбик жасаймыз. Қайтадан накид жасаймыз. Содан соң накид жасаймыз. Келесі жұмыс жібін жасырып кетеміз мына қысқа жіпті. Содан соң қайтадан енгізіп, мына жақта міне 2 петляның астынан енгізіп, крючогымыз жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Үшеуі бірдей болады бойы. Жұмыс жібін іліп шығарамыз. Қайтадан соединительный столбик. Міне крючоктың. Міне енді шығарамыз. Қайтадан накид жасаймыз келесі. Накидті жасағанда байқағандарыңыздай теріс күйінде ілсем, мына жағы оң күйінде шығады. Содан соң келесі петляға енгізіп, жұмыс жібін іліп алып шығамыз. Үшеу болады. Үшеуін бірдестен шығарамыз. Сонда бізде арқасынан қарағанда осындай узорлар шығады. Яғни мынандай қиғашынан тоқылып шығады. Оң болып тұрады. Теріс болып қалмау керек. Мыналар теріс айналып қалса, узорымыз біркелкі әдем болмай қалады. Келесі қайтадан уже
Біз полустолбик с накидом істедік, енді соединительный столбикті оқимыз. Қайтадан полустолбик с накидом, міне ілдім. Крючоктың астыңғы жағына енгізіп, жұмыс жібін іліп алып шықтым да, екеуін шығардым. Қайтадан соединительный столбик, полустолбик с накидом, соединительный столбик, полустолбик с накидом. Осы кезекті қатардың соңына дейін қайталаймыз. Жіптеріміз біздің міндетті түрде ұмытпаймыз, арасында осылай созып дайындап аламыз. Бірнеше метрді созып алсаңыздар болады. Ары қарай жалғастырамыз. Мынау қатарымыздың соңында біз мына жақта бастағанда біз соединительный столбикпен бастадық. Қатардың соңында да соединительный столбикпен аяқтаймыз. Қатардың ең соңында, ең соңғы петлямыз мынау бізде. Осыған бұл 23-ші петля. Осыған біз соединительный столбикті оқимыз. Осымен екінші қатарымыз аяқталды. Содан соң бір воздушный петляны ұмытпаймыз. Міне бір воздушный петля тоқыдым. Бізде екінші қатар тоқылды. Қарап отқандарыңызда мына қиғаштардың бәрі біркелкі, бір ровный болып шықты, әдемі болып. Келесі үшінші қатарымызда енді қайтадан біз мына жақта соединительный столбикпен аяқтадық. Тоқыманы бұрғанда бұл жерге столбик, полустолбик с накидом тоқимыз. Яғни накид ілеміз крючогымызға. Бұны да оң қаратып білу керек. Міне. Енді тоқымамыз теріс болып қалмасын. Міне. Содан соң бірінші, міне, воздушный петляға еш нәрсе тоқымай, одан кейінгіге крючогымызды екеуін астынан енгізіп, жұмыс жібін шығарамыз. 3 петляны шығарамыз бірге. Қайтадан енді келесі кезекте соединительный столбикті оқимыз. Қайтадан накид іліп, полустолбик с накидом тоқимыз. Содан соң соединительный столбик, кейін қайталап полустолбик с накидом. Осылайша біз үшінші қатарды тоқимыз. Міне. Сонда бір қатарымызда осылай түседі. Теріс бетінен қарасаңыз, екінші міне тағы да осылай түсіп жатыр. Бұл бізде үшінші қатар болып саналады. Осылайша біз әр қатарды осы узорды қайталап шығамыз. Бастағанымызда мысалыға ең біріншісінде басталғанда бірінші столбигіміз полустолбик с накидом болса, қатардың соңында полустолбик с накидамен аяқталу керек. Тоқыманы бұрғанымызда бұл жерде біз полустолбик с накидом аяқтасақ, келесі қатардың басында біз уже соединительный столбик тоқу керекпіз. Тек қана солардың орнын ауыстырады әр қатарда. Ал былайша барлығы осы узор қайталана береді. Үшінші қатардың соңында, міне үшінші қатардың соңына келдім. Мен полустолбикпен бастап, үшінші қатарды полустолбикпен бастадым. Үшінші қатарды полустолбикпен аяқтаймын. Ең соңғы петляға енгізіп, крючокты шығарамын. 3 петля болады. 3 петляны бірдестен бәрінен шығарам. Сосын бір воздушный петля тоқим. Келесі төртінші қатарымызды енді бізде аяқтағанда полустолбик с накидамен аяқтасақ, бастағанда біз соединительный столбикпен, яғни міне бірінші воздушный петлямызға еш нәрсе тоқымаймыз мына жерге. Содан кейінгісінен бастап соединительный столбик тоқимыз кезегі. Соединительный столбик. Одан соң полустолбик с накидом тоқимыз. Қайталап соединительный столбик. Қайтадан полустолбик с накидом. Осылайша біз қатарымыздың барлығын соңына дейін кезегімен тоқып шығамыз. Мына жақтан соединительный столбиктен бастап, соединительный столбикпен аяқтайтын боламыз. Әр қатарды осылай кезегін ауыстыра отырып тоқып,
біз 16 қатар тоқу керекпіз. Өз беттеріңізше 16 қатарды тоқи бересіздер. Дәл осы узорды қайталаймыз. 16 қатар тоқылды менде. Осындай болды. Екі беті бірдей. Мінеки. Енді ең соңғы петляны тоқуымызды аяқтайтын боламыз. Мына жерде менде соңғы столбигімді соединительный столбик тоқылатын болған. Соны тоқып, міне, және де бір воздушная петля тоқып жібереміз. Енді тоқымамызды аяқтаймыз. Сіздерге көрсетейін дегенім, бұл жерде екі беті бірдей болады. Яғни мынандай қиғашынан келген мынандай узорлар, бұлардың барлығы екі бетінде санасаңыздар бірдей болады. 16 қатарды қалай білемін десеңіздер, ең алғашында біз міне бірінші қатарымызда осындай қиғашынан біреу шықты. Осындайдан әр бетінде 8 болады. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8 қиғаштан тұрады. Бұл бізде бір беті. Екінші бетін қарасақ, ол жақта да бізде 8 болады. Міне 1, шеткісі ең астыңғысы осы бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни екі беті бірдей болғандықтан, міне 8-8-ден осындай қиғаш қатарлар болады. Енді осы жерден жіпті қиямыз. Сосын екінші бөлікті дәл осылай тоқып алатын боламыз. Сумкамыздың бір жағы дайын. Оған қарап мен екінші жағында тоқыдым. Сіздер де менің видеома қарап, екінші жағын осылай дәл сондай қып тоқитын боласыздар. Сонда біз екі жанын, мына екі жанын және астын қазір тоқитын боламыз. Сонда біріктіріп, сумканың формасын келтіреміз. Сумканың екі бөлігін шетке қойып, біз енді жанын және астыңғы бөлігін тоқитын боламыз. Ол үшін мына тоқыма жібімізден біз 1,5 метрдей жіпті өлшеп, содан соң барып жанын тоқуды бастаймыз. Ал өлшеген бетімізді қалдыра тұрамыз. Қимаймыз, тек қана өлшеп қалдырып қоямыз. Мен 1,5 метрден сәл асырып аламын. Міне осындай примерно 1,5, 1,70 етіп өлшеп қалдырсам болады. Енді біз 6 воздушная петля тоқимыз. Біреу, екеу, 3, 4, 5, 6. 6 воздушная петля тоқып алған соң, тоқымамызды бұрғанда артқы жағында осындай орындар бар, сол жерге 5 столбик без накидадан тоқып шығамыз. Әрқайсысына біреуден. Міне бірінші столбиктің арқасына еш нәрсе тоқымай, содан кейінгі міне воздушная петля осының арқасына столбик без накида тоқимыз. Бір столбик без накида. Міне екінші, міне воздушная петляның арқасында орын бар. Үш. Төрт. Және 5. Бес столбик без накида 1, 2, 3, 4, 5. Содан соң әр қатарды аяқтағанда бір воздушная петля міндетті түрде тоқимыз. Осымен тоқыманы бұрамыз. Келесі қатардан міне екі мынандай өрілгеннің астыңғы жағынан енгіземіз. Және тағы да 5 столбик без накида тоқимыз. Екінші столбик без накида. Міне екінші қатарды аяқтадым. Аяқтағанда бір воздушный петлямен аяқтадым. Ал тоқығанда 5 столбик без накида. Бұл бізде екінші қатар тоқылды. Дәл осылай біз 55 қатар тоқу керекпіз. Сонда біздің сумкамыздың
міне мына жанына, астыңғы жағына және екінші жанына жететін болады. Өз беттеріңізше осылай тоқыманы қазір бұрамыз. Өз беттеріңізше осылай тоқып кете беретін боласыздар. Барлығы 55 қатар тоқу керекпіз. Елу бес қатар столбик без накида тоқып алдым. Міне осындай ұзын болады. Енді 1,5 метр жібімізден өлшеп алып, қалғанын қиятын боламыз. Жіпті қиған соң байқағандарыңыздай бізде екі жібімізде, міне басындағы ұзын жібіміз және соңындағы ұзын жібіміздің екеуі де бір жаққа қарап тұр. Міне тек қана бір бетке қарайды. Енді осының біреуін алып, екінші бетке, яғни мына қарама-қарсы бетке өткізу керекпіз. Тоқымамыздың екі жібі екі жақта болу керек. Осылай жіпті бірінші қиып шығарып аламын. Міне шығарған соң, енді осыны тоқыманың арасымен алып өтіп, мына қарама-қарсы бетінен шығарам. Ол үшін крючокты алып, осымен өткіземін. Осылай тоқыманың арасымен өткізіп, сосын жіпті ілеміз, жұмыс жібін, сосын тартамыз. Сонда біздің жібіміз келесі мына қарама-қарсы бетке өтеді. Жіпті қарама-қарсы бетке өткізіп алған соң, бізде екі жағында, екі жібі, міне екі жағында тұрады. Осылай, мынау 1,5 метрден асады, мынау да 1,5 метрден асық. Осылай қалдырамыз. Енді екі жағын былай қойғанда, мына жағымыз бізде 16 петля санау керекпіз. Және маркер қыстырамыз. Екінші жағында мына төменгі жағы болады. Сумкамыздың, міне осы төменгі жағына тағы да 23 петля санап, тағы да маркер қоямыз. Және қалғаны 16-сы мына жақта тұратын болады. Сонда біздің сумкамыз осылай құрастырылады. Мен 16 петлядан өлшеп қойдым. Санап, мына жағында бірінші жаны 16, сосын төменгі жағы 23 және екінші жаны тағы да 16. Қазір біздің екі бөлігімізде бір бетке қарап тұр, яғни мына жіптерінен байқасаңыздар болады. Енді осының біреуін, міне осы шеткі үстіңгі жағы осылай узормен қалсын десеңіз, осы бетін қалдырамыз да, ал мына екінші бөлігін осылай теріс қаратып қоямыз. Сонда екеуі де бір-біріне қарама-қарсы былай тұрған кезде, жапқан кезде, міне сумкамыздың мынау осы беті де, мысалы алдыңғы беті болса, және мынау артқы беті болғанда, қосылып екеуі тігілгенде, осындай екеуі бірдей бетте тұратын болады. Сондықтан осыны бір-біріне қарама-қарсы қойып алдым, екі бөлікті. Енді мынау маркермен өлшеген бөлігімізді қазір біріктіріп тоқып шығатын боламыз.